Қимақ қағанаты Шығыс Қазақстандағы қимақ кезеңінің ескі қорымдары оларда жерлеу салтының әртүрлі болғанын көрсетеді. Мұның өзі қимақ одағына енген тайпалардың көп екенін дәлелдейді. Қимақ қағаны нақты билікті иеленді. Ол жер иеліктерін тайпа көсемдеріне әскери қызметте сіңірген еңбегіне қарай үлестірді. Өзі қағанаттың жоғарғы бас қолбасшысы саналды. Иелік билеушілері қаған әскеріне белгіленген мөлшерде жасақ беріп отырды. 9 ғасырда қимақ билеушісінің әскери рулар жасағы ретінде құрылып, салт аттылардан тұрды. Деректерде қимақтардың жауынгерлігі мен қағанның күш-қуаты атап көрсетіледі. Онда қимақ әміршісі ұлы патшалардың санатында және беделі жағынан даңқтылардың бірі екені айтылған. Қимақтардың темір сауытты атты әскері көптеген қамал қалалары болды. Алакөл аймағын тұтас қамал қалалар жүйесі қорғады. Деректерде қимақ еліндегі 11 басқарушылар туралы айтылады. Жергілікті жер билеушілері билікті мұрагерлік жолмен өз балаларына қалдырды. Алайда олардың билігін қаған бекітетін еді. Қандай билік болмасын, олардың билік жүйесі бөлінуге әкелді. Шаруашылығы мен мәдениеті араб ғалымы Әл-Идриси 16 қимақ қаласын атайды. Бұл қалалардың басым бөлігі Ертіс және Алакөл аймағында орналасты. Қимақтардың егіс алқаптары, қалалары мен қоныстары туралы айтылады. Қағанның Ертіс бойындағы ордасы Имақия қаласы туралы араб саяхатшылары жазып қалдырған. Қимақтар негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Қимақтар көне түркі әліпбиін пайдаланды. Ертіс бойы мен Тарбағатай тауларынан 9-10 ғасырлардағы көне түркі жазулары табылған. Қимақтар тәңірге табынып, ата-баба рухына сыйынды. Сыртқы саясаты. Сыртқы саясатта қимақ қағандары айтарлықтай батылдық танытты. 9 ғасырдың ортасына қарай олар шығыста Алтайдан, батыста Жайыққа дейінгі тайпаларды біріктірді. Қимақтардың Енесей қырғыздарының еліне баса көктеп кіруі туралы деректер тарихтан белгілі. Қимақтар оғыздармен бейбіт қарым-қатынас орнатты. Көрші мемлекеттер қимақтардың жеріне шабуыл жасап отырған. Мәселен, қарахандықтар қимақ жеріне бірнеше рет әскери жорықтар жасап Ертіске дейін жетті. 10 ғасырдың басында қимақ қағанатының шекарасында тыныштық орнады. Әскери шабуылдар көбінесе көршілердің тату қарым-қатынасымен алмасты. Бұған Еділ бойынан, Орталық Азиядан қимақтарға барған көптеген сауда жолдары дәлел бола алады. Ұлы Жібек жолы да Ертістегі қимақ қағанның ордасына жеткен. Мемлекеттің құлауы. Қимақ елі қуатты мемлекет еді. Алайда 10 ғасырдың екінші жартысынан оның құлдырау белгілері байқала бастады. Орталық билік әлсіреп, қимақ мемлекеті ыдырады. Оның себептері: біріншіден, жеке жер иеліктері билеушілері дербестікке ұмтылды. Екіншіден, қыпшақ көсемдері дербес мемлекет үшін күресті. Мұның бәрі мемлекеттің құлауына жеткізді. 11 ғасырдың басында қимақ қағанаты өмір сүруін тоқтатты. Оның жер аумағы қыпшақтарға өтті. Қимақ кезеңі аяқталып, қыпшақтар тарихы басталды. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар. Қарахан мемлекетінің құрылуы мен жер аумағы. Қарахан мемлекеті жайлы деректер араб және парсы авторларының еңбектерінде көптеп кездеседі. Онда қарлұқтар арасынан түркі тайпаларына билік еткен қағандардың қағаны шыққанын айтады.
Қарахан әулетінің шығу тегі Қашғарияда өмір сүрген қарлұқтармен байланысты. 940 жылы Қашғарияның қарлұқ тайпалары баласағұнды басып алып, Сатық-Боғра хан басқарған жаңа әулеттің негізін қалады. Осылайша ғылымда Қарахан мемлекеті аталған жаңа түркі империясы құрылды. Болжам бойынша Қарахан әулеті атауы осы билеуші ұрпақтардың арғы атасы Қараханнан шыққан. 999 жылы қарахандықтар Орталық Азиядағы Самани мемлекетін талқандады, өз билігін Әмударияға дейін жеткізді. Бұл өзен Қарахан мемлекеті мен Газнауилар арасында шекара болды. 10 ғасырдың соңына қарай қағанаттың жер аумағы қалыптасты. Қарахан мемлекеті мен Қыпшақ хандығы арасындағы солтүстік шекара Балқаш және Алакөл көлдерінің бойымен өтті. Қарахандықтар иеліктері батысында Мауреннахрды, Әмудария мен Сырдария аралығы Жетісу жерін және шығысында Қашғарды қамтыды. Саяси әлеуметтік құрылымы Қарахан мемлекетіндегі билік екі тайпалық топ Жігіл және Яғма ақсүйектері арасында бөлінді. Елді шығыс және батыс бөліктерге бөлінген өз қағандары басқарды. Шығыс бөлігінің қағаны жоғарғы билеуші саналды. Оның ордасы Баласағұн қаласында орналасты. Батыстағы кіші қағанның ордасы Бұхарада, кейін Самарқандта болды. Осылайша Қарахан мемлекетінде биліктің қосарлы немесе тең құқықты қосарлы жүйесі қалыптасты. Қарахан мемлекетінде жер иеліктердің иықталық жүйесі орнықты. Қағандар өз маңайындағыларға қызметтері үшін жер үлестіріп беріп отырды. Олар аймақ немесе қала тұрғындарынан салық алу құқығына ие болды. Мұндай жер үлестері иқта, ал иқтаны ұстаушылар иқтадар деп аталды. Қарахандықтар иқтадан басқа мынандай жер иелену түрлері болды. Дінбасылардың меншігі уақып, жекеменшік мүлік, яғни мемлекеттік салық түріндегі жерлер. Иқта мен иқталық жер феодалдық қатынастардың дамуына ықпал етті. Иқталық жүйе жаңа ақсүйек қауымын қалыптастырды. Олар байып алып, қағандарға бағынбады. Кейбір жеке жер иелері өз теңгесін шығарып, көрші елдермен дипломатиялық қарым-қатынас жүргізді. Мұның бәрі келіспеушілікке, өзара қырқысқа алып келді. 9 ғасырдың 30 жылдарында соңында мемлекет екіге бөлінді. Мауреннахрдағы батыс бөлігі және құрамында Жетісу мен Қашғар енген шығыс бөлігі. Екі қағанаттың арасындағы шекара Сырдария бойы өзендерімен өтті. Исламның қабылдануы. Исламды қабылдау қарахандықтар дәуіріндегі ең ірі оқиғалардың бірі. Шығыстанушы Бартольд 10 ғасырдағы араб географтары түркілерді исламға мүлдем жат халық ретінде сипаттайды деп жазды. Алайда 10 ғасырда түбегейлі өзгерістер болды. Исламның таралуы Қарахан қағаны Сатық-Боғра ханымен есімімен байланыстырылады. Ол түркілердің исламға өтуіне дейін-ақ жаңа дінді қабылдаған болатын. Оның ұлы тақ мұрагері Мұса 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Қарахандықтар түркілерді ислам дініне енгізу біртіндеп жүзеге асырылды. Мұса қағанның исламды мемлекеттік дін деп жариялауына себеп болған жағдайлар: ислам дінінің көмегімен өз билігін нығайтуға ұмтылыс, мұсылман елдерімен байланыстарды кеңейту, мұсылмандар қоныстанған аумақтарды қосып алу, Қарахан мемлекетінің құлауы, қарахандықтардың екі бөлігі арасындағы өзара қырқыстар мен орталық биліктің әлсіреуін көшпелі Қарақтай, Қидан тайпалары пайдаланды. 12 ғасырдың бас кезінен бастап Жетісу үнемі Қидандардың шапқыншылығына ұшырай бастады. Жетісудың негізгі аймағындағы саяси,
билік қарақытайлар қолына өтті. Олар қарахандықтар билеушілерді өздеріне тәуелді етті. Алайда қарақытайлар тек салық алумен ғана шектелді. Олар өз бодандықтарының мемлекеттік құрылымына, дініне, мәдениетіне тиіспей, мұрагерлік қаған билігінен де сақтады. Соған қарамастан Қарақытай үстемдігі қарахандықтардың саяси құлдырауының бастамасы болды. 1210 жылы наймандармен күресте шығыс Қарахан әулеті талқандалды. 1212 жылы Самарханда Хорезм шахы Мұхаммед батыс Қарахан әулетінің соңғы өкілін тағынан тайдырды. Бір кезеңдері аса қуатты Қарахан мемлекетінің тарихы осылайша аяқталды. Қарахандықтар кезең мына тұрғыда сипатталады. Түркі тайпаларының экономикалық және мәдени өмірінде оңды өзгерістер орнықты және көшпелі түркілердің отырықшылануы белсенді түрде жүргізілді. Қалалар мен қала мәдениеті дамыды, иықталық жүйе қалыптасты, ислам мемлекеттік дін болып жарияланды. Араб жазуы қабылданып, біртіндеп көне түркі жазуын ығыстырып шығарды. Қарахан дәуірінде тілі мен мәдениеті, ортақ этностардың қалыптасуы үрдісі жүрді. Осымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Сізге қандай тақырып қызық немесе қиын, осыған дейін білгіңіз келіп жүрген тақырыптарды комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта сол тақырыптар бойынша аудио нұсқасын шығаратын боламын. Алдағы уақытта ұбт-да келетін қандай сұрақтар немесе осындай бір күрделі тақырыптардың аудио нұсқасын шығаратын боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта біз тарихтан түрлі тақырыптарды талдайтын боламыз.